Енді бұл нәрсені бүйтіп хабарласпадың маған, жазбадың, внимание бөлмедің деп бүйтіп подвохпен бүйтіп мынау ар жақтан алып келмей, мен сенімен просто ары қарай таныстықты жалғастырғым келмейді десе, мен бір сұрақ түсінемін. Оны бүйтіп бір причина іздеп. Сылтау деп тұрсыз ба? Сылтау мен үшін. Жоқ, Балауса ханым, мен... Балауса ханым, мен өз сөзімде тұрамын. Сержан, мен әлі сөзімді аяқтаған жоқпын, отырсаңызшы. Түсініп тұрмын. Сөз беріп қойдыңыз, уәде бердіңіз өткен жолы. Ақерке? Жоқ, енді бүйтіп ашуланатындай нәрсе болып жатқан. Осы жерде дальше отырып, өзіңіздің үміткеріңізді күтсеңіз де болады. Не үшін ондай эмоция көрсетіп жатсыз? Жоқ, енді ол как будто жақсы көретін адам сияқты эмоция көрсетіп жатыр да мына жерде маған. Жақсы көрсеңіз, сол күні мені іздейтін едіңіз, сол состояниеде мен ұйықтамайтын едім. Жақсы көрмесе, керісінше мұндай эмоция бермейтін сияқты меніңше, Сержан. Жоқ, вот именно бұл жерде әңгіме неде, Балауса ханым? Мен жақсы көргеннен кейін, сезім болғаннан кейін, мына жерде отырғым келмейді бір. Мен мысалы қазір отырам, мен үміткер қабылдауға дайын емеспін. Ближайший даже жарты жылда шығар қабылдай алмайтын да шығармын. Өйткені мен жаңа арақатынасқа дайын емеспін. А бұл жерде жарты жылдай отырып, басқа бір мұқтаж адамның орнын алғым келмейді. Мен зачем? Мен орныма келіп жайғассын басқа адам. Не істеймін мен? Дайын емеспін, үміткер қабылдап. Балауса ханым, құр пікір айтып сарапшылап отырмаймын ғой бұл жерде. Дұрыс қой енді. Білмеймін. Ақерке. Иә, негізі, мен де дайын емеспін үміткер қабылдауға. Бұл негізі пранк болған болатын. Мен соңына дейін барады ма деген сияқты. Жоқ, шын айтам, соңына дейін барады ма деген сияқты тексергім келді. Негізі кешегі нәрсе маған бір манипуляция сияқты көрінді да. Содан кейін бір енді жоба артық па бұл адамға, или мен артықпын ба деген сияқты бір эмоцияға шығарғым келді. Кетпей қалатын шығар, қалай болады екен деп тексеріп көрдіңіз ғой, а? Жоқ, жоба артық. Сержан, сарапшы ұқсап мен отырам ба дегеніңізге күлкім келіп тұр тіпті. Дұрыс қой енді. Арақатынас тоқтаса, не істеймін бұл жерде? Ай, бірақ жүрегіңіз соғып кеткен сияқты. Жоқ, жүрек соғып. Айырылып қалдым ба деген ой болған сияқты. Болды енді ол. Болады ғой, по-любому жақсы көргеннен кейін. Мен кеше де айтып отыр ғой, отырайық. Өзім аспаймын деп. Жақсы отырыңыз. Кетпейтін болған екенбіз. Маңдайдан тер бұрқ етті Сержанда. Қобалжып кеткенін сезіп тұрмын ғой. Жоқ, баласаған андай ішім ашып кетті да. Қалай деп? Иә. Қалай деп? Не өкіп кетті мынау деген сияқты ше. Бірақ енді расымен кеше де айтып отыр ғой енді. Андай біртүрлі екен сразу настроение. Ақеркенің құрығына түстіңіз. Жоқ, андай не ғой?